Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы гельминттер туралы жалпы мәлімет және олардың қоздыратын аурулары. Бүгінгі сабағымызда қарастыратын сұрақтар: жалпы гельминтология, гельминттердің классификациясы мен сипаттамалары, гельминтологияның қысқаша даму тарихы, гельминтоздардың патогенезі мен иммунитеті, гельминтоздарды диагностикалау, яғни балау және емі. Гельминтология тоғышар құрттар адам мен жануарларда және өсімдіктерде тудыратын ауруларын зерттеумен шұғылданатын ғылым саласы. Гельминттердің тудырған ауруларын гельминтоздар деп атаймыз. Яғни гельминттердің екі типке жіктеледі: жалпақ және жұмыр құрттар. Жалпақ құрттар платгельминтес келесі кластарға трематода және цистода жатады, ал жұмыр құрттарға нематгельминтес, нематода және акантоцефалы жатады. Трематода классына, яғни сорғыш құрттар, гермафродиттер, биогельминттер жатады. Ал цистода классына таспа құрттар, оларда гермафродиттер, биогельминттерге жатады. Ал нематода жұмыр құрттарға дара жыныстылар, геогельминттер жатады. Акантоцефалы классына тікенекті басты құрттар және геогельминттер. Биогельминттер дегеніміз яғни аралық иесінің дамуымен қатысатын, ал геогельминт дегеніміз яғни аралық иесінің қатысусыз дамитын гельминттер. Гельминтологияның қысқаша даму тарихын айтып өтетін болсақ, ең алғаш рет гельминтологияның негізін қалаушы Паллас. Ресей гельминтологияның негізін қалаушы ғалым ол академик Скрябин. Скрябин еңбек жолын Әулие-Ата Тараз қаласынан бастаған 1905-1911 жылдар аралығында мал дәрігері қызметкерінен бастаған. Скрябиннің шәкірттері Қазақстанның профессоры Кадыров, яғни Қазақстанның оңтүстік өңіріне гельминтологияның дамуына үлкен еңбек сіңірген ғалым болатын. Келесі: гельминтоздардың патогенезі мен гельминтоздардағы иммунитет. Кез келген гельминт жануар организміне әсерін тигізеді. Яғни бірінші механикалық, іштегі ұлпаларды жарақаттау, оларға қысым көрсету. Екінші токсикалық, токсиндер мен организмдерді улау. Үшінші аллергиялық, токсиндердің әсерінен ісіну, бөрту, қышыну байқалады. Трофикалық, иесінің есебінен қоректену. Бесінші инокуляторлық, бөгде зардапты микрофлораның енуіне жол беру. Келесі гельминтоздардағы туындайтын иммунитет түрлері: абсолюттық, толық тұрақтылық, барьерлік, енген личинканың ішек кілеге қабатында, теріде, лимфа түйіндерінде, өкпеде, бауырда кідіріп қалуы. Шектеулі дегеніміз гельминт барлық тосқауылды өткенімен организмнің қорғаныс күштері оның дамуын тежейді. Келесі: гельминтоздарды балау және оларды емдеу. Яғни гельминтоздарды біз диагнозды қойып анықтау үшін бірінші эпистологиялық деректерге, клиникалық белгілеріне, диагностикалық дәрілеу нәтижелеріне, тірі және өлген малды зертханада немесе сойғандағы нәтижелеріне қарап қоямыз. Яғни капроскопия, капровоскопия, капроларвоскопия, сонымен қатар иммунобиологиялық нәтижелеріне қараймыз. Ал антигельминттік препараттар нематоциттер, цистодоциттер, трематоциттер, яғни гельминтоздарға қарсы дәрілеуді дегельминтизация деп атаймыз. Ал дегельминтизацияны өткізетін орынды дегельминтизаторий деп атаймыз. Яғни антигельминттерге қойылатын талаптар: төмендегі дозада жоғарғы тиімділігі, гельминттердің бірнеше түріне әсерінің болуы, улылығының төмен немесе мүлдем болмауы, қолдану жеңілдігі және қамтамасыз әсерінен болуы. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы. Егер тапсырма: гельминттердің классификациялау және сипаттама беру. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.